Әйгілі сазгер Нұрғиса Тілендиев пен ақиық ақын Мұқағали Мақатаев арасындағы жарасымды сыйластық туралы кейде әркім әртүрлі пікірлер айтады. Бірі олардың ерке мінездері мен өршілдігін, енді біреулері шығармашылық жолдағы жарасымдық сыйластықтарын. Қалай дегенде де талант табыстырған қос тағдырдың бүгінгі ұрпаққа керек кереметтері жоқ емес секілді. Ойпырмай адамға бас имейтін Мұқағали Нұрағаңның алдынан қия өтпеген дейді. Оны айтасың, екеуі бір ай бойы бірге болып, Нұрғиса ағамыздың шаңырағында 30-дан аса ән жазған екен. Бірі өлеңін, екіншісі әнін шығарып. Адам сенбейді. Сонда 30 күн бойы Мұқағали қалай ғана тордағы арландай боп Нұрағаңның үйінде қамалып жатқан. 1992 жылдың қоңыр күзі болатын. Марқұм Мұқағали ағамыз туралы естелік кітап құрастырып шығуды парыз санап, бұл жұмысты қалай бастау керек деген сауалды алдымен өзіме қойып, одан соң ақын Мақатаев пен тіршілігінде жақсы араласқан белгілі жазушы Бексұлтан Нұржекеұлымен ақылдасуды жөн көрдім. Ниетің жақсы екен бала, бірақ бұл естелік кітап өзгелерден нашар болса, онда арыңасын, ал естелікті кімнен бастамақсың деп сұрады. Беке аға, бар ғой. Генералға батылым жетсе де, Нұрғиса Тілендиев ағамызға осы бұйымтайды қалай айтудың жөнін таба алмай-ақ қойдым. Шынымды айтсам, сахнадан жиі көріп талантына бас иіп жүргенімнен бетпе-бет көрмегем. Оның үстіне мінезі қандай екен. Арада 3 күн өткен соң Нұрағаңның отырар сазындағы жұмыс кабинетіне келдім. Қызметші қызға Мұқағали туралы естелік кітап құрастырып жатқанымды, соған Нұрағаңның естелік әңгімесін қоссам деген ойым барын, мүмкін болса 5 минутке қабылдауын сұрадым. Әлгі қыз ішке кіріп кетті де кешікпей қайта шықты. Сәл күте тұрыңыз, өзіміздің 2 әртіс отыр екен, босаған соң кіресіз деді. Бір түрлі мазам болмай тұр. Сөзді неден бастаймын? Шарт ете қалсе қайттым. Әй, әлгі Мұқағалиды жоқтақшың қайда, шақыр, деді. Іштен Нұрғиса ағамыз. Мен ішке кірдім. Амандық саулықтан соң бар бұйымтайымды айттым. Нұрағаң креслосын қозғалтып кабинетінен Абылайхан көшесі жаққа қарап көзі бал-бұлдап біраз отырып қалды. Менің Мұқағалимен жақын жүргенімді қайдан естідің, деді біраздан соң. Мен бір айда туған 30 ән туралы газеттен мақала оқығанымды айттым. Иә, солай болған бауырым. Өтті де кетті. Мақұл, мен келістім. Телефонды жазып алды, хабарласып тұр. Бір сәті түскен күні үйге келерсің. Арада бір аптадан аса уақыт өткен соң, ол кісі маған телефон арқылы келісімін беріп, түстен кейін үйіне шақырды. Нұрағаңның қара шаңырағы Алматының қақ ортасындағы бұрынғы Карл Маркс көшесі мен Киров көшелерінің күншығыс жақтағы қиылысындағы ерекше сәнмен жартылай дөңгелек қабырғалы 4-5 қабатты әдемі үйде тұрады екен. Бұған дейін көп болмаса да тілші ретінде бір тала жерде болып, небір елге танымал ағалармен әңгімелескем. Шыны керек, бұл жолы өзіме өзім келе алмай, бір түрлі қысылатындаймын. Жарты керегесі қазақ үйдікіндей үлкен асхананың нақ төріндегі емен ағашына жасалған үлкен үстелдің дәл төрінде Нұрағам отыр. Дастархан мәзірінің бәрі бар. Қысылғанымды сездірмей, батыл барып амандастым. Кәне, қол шаясың ба, дастарханға кел. Дастарханнан соң ал жүр деп мені өзінің жұмыс кабинетіне бастады. Кәне, не білгің келеді? Мұқағали ініңізбен ай бойы бірге болып жұмыс істеу идеясы неден туды аға? Бұл өзі ұзақ әңгіме. Мен тоқетерін айтайын. 1975 жылдың күзі болатын. Жазған баланың өлерінен 1 жылдай ғана бұрын ғой. Мұқағали еш жерде жұмыс істемей, үйінде шығарма жазып жатыр дегенді естідім. Бауырдан қатты азап көріп ауырып жүргенін де білем. Неге екенін қайдам, інімді арнайы іздеттім. Нені жырласа да жеріне жеткізе, құлақ құрышын қандыра, жүрегіңді тербете айтатын ақынның сөзіне ән жазғым келді.
Оған осы пікірімді айттым. Ол жауабын бірден ашық айтпады. Аға, мен бұған дейін әнге арнап көп өлең жазған емес едім. Ешкім қолқа да салмаған. Қалай болар екен деп сәл тартынғандай болды. Тектілік қой. Әйтпесе, Нұрғиса деген атым бар. Маған сөзін өткізе алмай жүрген ақындар аз ба? Не керек, екеуміз келісімге келдік те, бірден біздің үйге бет түзедік. Ол кезде мен Алматы қаласының бұрынғы коммунистический, қазіргі Абылайхан көшесі мен Гоголь көшесінің қиылындағы Каракөл көз кафесінің үстінде тұратынмын. Үйге келе салып Мұқағалидың үйіндегі келінім Рлашынға телефон арқылы мән-жайды түсіндірдім. Ағалы інілі екеуміз, біріміз композитор, екіншіміз ақын ретінде бірлесіп жұмыс істейтінімізді айттым. Оған екі тентек бірігіп араңдайды деме, ол менімен бірге үйімде болады, бәрі менің мойнымда деп ашығын айттым. Не керек бала? Өстіп ол екеуміздің бірлескен шығармашылық жұмысымыз басталып кетті. Бірінші күннен ақ сәтті басталды. Әңгіме барысында Нұрғиса ағамыз әндердің қай күні қалай, ненің әсерінен қандай сәтте туғанын ерекше бір әсермен әңгімеледі. Бала, мен саған «Мен сендерді іздеймін» деген әннің қалай шыққанын айтайын. Мұқағали екеуміз өндіре жұмыс істеп күніне бір, кейде екі әнді өмірге әкеліп жатқан кез, бір күні інімен бірге Бауыржан Момышұлы ағамызға сәлем беріп келуіміз керек болды. Масқара болғанда уәделі уақыттан бірер минут кешігіп қалыппыз. Баукеңнің үйіндегі жеңешеміз бізге ескерту жасады. Ағаларың күтіңкіреп қалды. Айқайлап алуы әбден мүмкін. Шыдаңдар. Айтқаны айдай келді. Сөгісімізді алдық. Артынан Батыр ағамыз жазылып сала берді. Екі тентегін ісін жек көрмейтін. Баукеңнің бөлмесі көгала түтін. Біздің қиналғанымызды сезді ме? Жарықтық қолындағы мүштекке салынған темекіні көрсетіп тұрып: сендер білемісіңдер, мен мына шылым деген пәлені неге жиі шегемін? Неге ана пәлені? Қан майданда қасымда жүріп қас қағым сәтте өқ қашқан боздақтарды ойлаймын ғой, сағынамын оларды деп қалды. Мен Мұқағалиға, ол маған қарап, дәл осыны жазу керек дегенді көзбен ұқтырдық бір-бірімізге. Бауыржан Батырдың үйінен шығып біздің үйге жеткенше Мұқағали да мен де өзімізбен өзіміз болдық. Ол өлең жолдарын, мен ән ырғағын іздеппіз ғой сөйтсем. Үйге кіре күйсандыққа отырдым. Ал Мұқағали Дариғаға: маған асхананы бересіз бе? Жазуым керек деп ол да отырды. Міне сөйтіп, дәл сол күні «Мен сендерді іздеймін» деген тамаша ән дүниеге келді. Дереу белгілі әнші Нұрғали Нүсіпжановты іздеп, әннің дайын нотасын қолына ұстаттық. Кейін күллі Қазақстанға әлгі ән Нұрғалидың орындауында кеңінен таралды. Әйгілі сазгер Нұрғиса мен ақиық ақын Мұқағалидың 30 күн бірге жүріп жазған әндерінің бәрін санамалап, қайсысы қашан жазылған тәптіштеуден ойлақпын. Ерекше қызықтыратыны, қос дара талантты табыстырған өнер деген құдіреті күштің, маңдайға жазылған тағдырдың жұмбағы, көлеңкесі мен шуағы, неге нұраған Мұқағалидан басқа ақынды ай бойы үйінде баласындай мәпелеп, ішіндіріп, қажет болса киіндіріп бірігіп, жаңа әндер тудырмады. Анау-мынау ноқтаға басы сыймайтын ерке сазгер ерен тұлға Нұрғиса Тілеев елден ерек Мұқағалиға ағалық жылы құшағын неге ашты? Бәлкім талант табыстырған тағдыр деген осы болар. 1976 жылдың 27 наурызында Мұқағали дүниеден өткеннен кейін қатты күйзелдім дейді Нұрғисаға. Ең соңғы рет оның нұрлы жүзін өз үйімде көремін деп ойлап едім. Бір күні Мұқағали шарт сынғандай мінез танысты. Нұраға: енді мені босатыңыз, айдан аса үйіңде болдым, алғыс. Мына сары жайлауымыз қазақтың гимніндей әніне айналды, сол жетеді маған. Мына бауырым құрғырдың ұстамасы қайталайын деп тұр, мен кеттім деді де үйден шығып кетті. 2-3 күннен кейін ауруханаға түсіпті деп естідім. Дақан анда-санда тамақ кіргізіп тұрды. Бір барғанында Мұқағали маған өлең хат беріпті. Өзім ауырып жүрген соң жүрегіне жүк түсер, кейін беремін деп Дариға әлгіні маған көрсетпеген ғой. Кейін Мұқашының бұл дүниеден озған соң қолыма тиген әлгі өлең есіңе мені алғайсың еді.
көзімнен жасым сорғалап отырып, Мұқағали қасымда жоқта сол әнді жаздым інім деп, жүрегі езіліп отырған сазгер жанарына мөлдір моншақтарды төгіп алып, Дахан, әкелші әлгіңнен деді. Бұл ұлы сазгердің, ұлы ақынды жоқтау еді. Бұл естелік Айт ақын Әбдіқалдан, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, ақын Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың лауреаты. Есіңе мені алғайсың әннің нұсқасы Отырар сазы оркестрі орындап жүр. Ал халыққа кең тараған әннің нұсқасын әнші-композитор Елена Әбдіхалықова 20 жасында жазған. Кейін бұл ән Мәдина Ералиеваның орындауында бүкіл түркі тілдес халыққа тарайды. Әнін жазған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Елена Әбдіхалықова. Әлі есімде Мақатаевтың «Соғады жүрек» деген 2 томдық кітабы болған. Есіңе мені алғайсың өлеңін сол уақытқа дейін неше мәрте оқыған болуым керек. Бірақ дәл сол күні қатты әсер етті. Жылдың 4 мезгілінде де мені есіңе ал. Сол кездегі менің жастық күйіме, ғашық күйіме, пәк күйіме, таза күйіме дөп келгендей. Ақынның құдіреттілігінің өзі сонда. Бірден домбырамды алып, Мұқаңның осы өлеңін өзіме ән қылып айта бастадым дейді әнші. Мұқағалидың «Есіңе мені алғайсың» өлеңі табиғаттың 4 мезгілімен адам өмірін астарлаған ғажап лирика десе болады. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың Нұрғиса ағасына ұсынған «Есіңе мені алғайсың» өлеңіне бірнеше ән жазылған. Соның ішінде Еленаның әні халықтың әніне айналып кетті деуге болады. Халықтың жүрегінен ойып тұрып орын алған бұл әнді бүгінде әнші Жұбаныш Жексенұлымен бірге орындап жүр.